Мен Талдықорғаннан бүгін презентацияға келдім арнайы. Менің есімім Сара болады. Мен қашан болсын презентацияға келем, өйткені мен 3 ай болса да мен көбірек білгім келеді. Ол сіздер тиктоктан қарап немесе былай оған бәрібір де миларыңызға сақтамайсыздар ғой. Ал бұл жерде сіздер қанша жыл істеп жүрген адамдармен танысасыздар, сол кісілерден көп мағлұмат айтасыздар. Мен қазақша сөйлейін таза, Енді сізбен танысып отырмын. Есіміңіз, сіз қай жақтан боласыз? Гүлдарихан. Гүлдариха, Мен міне 3 айдың ішінде, мен сізге айтайын, 3 айдың ішінде менің бұрын тырнағым сына беретін. Мен 20 жылдай менде тырнағымда гелевой покрытие жүретін. Оны шешкен кезде кәдімгідей ойып тастайтын. Мен енді шынымды айтып отырмын. Содан менің иммунитетім көтеріліп, қазір осы елефтің арқасында мен 1 ай жарымда мен тырнағым кәдімгідей орнына келді. Одан кейін шашым түспейді қазір. Қараңыз. Және де мен хронический панкреатит болғам. Мен постоянно ұрсасам деген дәріні өмір бақи алып жүремін. Өйткені өтім толып кетеді, тамақ жүрмей қалады, жүрегім айнап прям. Мен қазір сол ұрыс алмаймын, дәріні жүре беремін. Осы міне вообще 1 айда, осы елефтің арқасында менде өте диагноз көп, енді прям бәрін жазылып кеттім деп өтірік айта алмаймын. Мен сондай адаммын да. Қандай бар результат, соны айтамын сізге. Одан кейін мен өзім жаңа жылға дейін ішейін деп тұрмын толықтай. Ол жерде комплексін ішіп жатырмын мен. Құр елефті ғана емес, комплексіне осы жолы Америкадан кәдімгідей заказ бердім. Егер сізде мені сеніңіз, мен ешқашан сетевойда болмаған. Менде сіз сияқты сенбейтінмін. Мен осының алдында Мерингтонстың кәдімгі жапондық өнім ғой. Соны 1 ай жарым іштім. Ол да жаман өнім емес. Бірақ та бұл жерде жаңағы маған мүмкін менің бағыма қарай повезло, мен Шымкенттен емделдім 10 күн. Одан кейін барып Ташкентке 2 күн барғаннан кейін келе жатып, поезда именно осы жердің топ лидерлерімен таныстым, бриллианттармен. Мүмкін мен бағыма қарай шығар, көрдіңіздер ма? Ол кісілер мені өте қарапайымдылығы соншалықты, ол кісілер маған ештеңе айтқан жоқ. Кешке жақын келдім, ұйықтаймын, таңертең тұрамыз, құр әңгімені қозғайды, болды, мен түстім 9-да. Одан кейін телефон тастап кетем, 2 күннен кейін мен Ермек Талдықорғаннан келдім. Енді мен білмеймін, мен ешқашан сенбейтін адам, өзімнен өзім келдім. Содан кейін ойлап қоям, значит, маған Алла тағала осы кісілерді жіберіп тұр. Адам сену керек. Егер сенбей құрып бірдеңке нете берсеңіз, ол толық жоқ, мен адам қайдан табам деп қорықпаңыз. Ол тиктоктан ақ табылады. Өйткені мен де сенген жоқ қой неше жыл ешкімге. Сол сияқты қазір көп адам сенбейді. Сондықтан да тиктоктан ақ табасыз. Тиктокқа да көп сенбейтін кісілер бар ғой, шыны керек. Мен өмірі тиктокта отырмаған ғой, кешіріңіз. Мен шын мәнінде осы тиктоктан қарап, көріп, мен бірінші рет келіп отырмын. Осы өнімді өзіме пайдаланып, осының енді маған бір шарапаты тисе деген сеніммен келіп отырмын да. Осы кісілерді шынайы көрейін, продукцияны шынайы көрейін. Тиктоктан көрген онлайн бөлек, офлайн бөлек қой, енді шынайы кездесудің өзі басқаша да. Сол үшін мен бұл өнімді шынайы өнімді ұсынып жатқан кісілермен, бұл өнімді кәдімгідей бүйтіп қолымен бүйтіп ұстап көрейін, бұл кісілерді шынайы көрейін деп бірінші рет келуім, сондай үлкен сеніммен осы өніммен шыпа алам деген ниетпен келіп отырмын. Негізі шын мәнінде тиктоктан көргем. Рас айтасыз, тиктокта әр кісілер әртүрлі пікірлерін қалдырады, айтады. Негативші кісілер де болады, негативі айтады, тикток өтірік айтады, реклама жасайды дейді. Ондайдың 99-ын естідім дегенмен, мен бірақ адамның өзінің ішкі интуиция дейді ғой. Мен көп жарнамаларды көрдім тиктоктан, көп дәрумендерді көрдім, қазіргі өнімдердің түр-түрлісінде. Жапон компаниясы, басқа компания бәрін көрдім, бірақ мен осы жерде... Көрдіңіз ба оларды? Жоқ, мен просто былай... қалай жарнамаларын көрдім, мен қолданып көрмедім, мен іздедім өзім денсаулығыма байланысты, мен бір жақсы өнім тапқым келді. Мен солардың бәрін тиктоктан қарадым, көрдім, барлықтарының отзывтарын оқыдым кісілердің, оны ұсынып реклама, жарнама жасап жатқан кісілерді тыңладым. Сол кісілердің ішінен әйтеуір адамның ішкі сезімі болады ғой. Интуиция. Сол жерден мен Гүлнар ханымды көрдім да. Гүлнар ханымды көріп, мен
осы кісіні онлайн көрсем де TikTok арқылы маған келіп отырсыз TikTok ғой? арқылы келіп, осы Керемет. кісіні TikTok арқылы танып, бұл кісімен сөйлесіп, содан кейін осы өнімге бір енді әр істің өзі жайдан жай болмайды дейді ғой. Қайыры бар. Иә, әр істің қайыры бар дейді. Мен сіздермен танысып отырмын, барлықтарыңызды шынайы көріп, пікірлеріңізді естіп отырмын. Мен TikToktан да көп отзывтарын оқыдым бұл өнімнің. Енді бүгін қанша, мен жоқ дегенде бір 20 адамды көрдім осы жерден. Сендіңіз Дәрігерлерінде. Мен негізі о баста өзім осы өнімді алып, осының нәтижесін көрейін, маған ем болсын, маған ем болады деген сеніммен келдім, шыны керек. Мен сеніп келдім. Өйткені сенім болмаса, ол қанша дегенмен сенім болмағаннан кейін одан нәтиже болмайды ғой. Бірақ мен просто шынайы көрейінші осы кісілерді. Мен онлайн емес шынайы көрейінші деген, осы өнімді бай ұстап көрейін, қолыма алып көрейін деп, шыны керек сондай сеніммен келіп, сіздермен танысып отырмын. Алдағы уақытта осы өнімді мен көрсете салайын. Мен бүгін алдым осы өнімді. Енді осының нәтижесі туралы сіздерге келешекте жақсы пікірлерімен бөлісемін деп ойлаймын. Ең бірінші сізге пікір емес, сіздің денсаулығыңыз түзеледі. Оған 100% сеніңіз. Сіз сенсеңіз, барлығы дұрыс болады. Және де мен сізге айта кетейін, мен де ешқашан сенбегенмін. Енді 3 ай қолданып жатырмын мен. 3 ай болды кіргеніме. Мен Талдықорғаннан осымен неше рет презентация келем. Мен TikTokта мен 3 аймын деп нетпеймін. Әлі де адам ізденісте болу керек. Танысу керексіз. Сіз результаттарын көріңіз, иә? Мен Талдықорғаннан міне ана алдында да келіп жүрмін, оның бәрінде келем. 285 километр ғой. Келіп, міне қазір презентациядан кейін міне қайтып барамын.